Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, бүгін біз 3-ші сыныптың 3-ші сабағы, яғни математика сабағынан 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту деген тақырыппен танысатын боламыз. Бірінші тапсырмада ондықтар разрядтарында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Сандарды кем өреті бойынша көшіріп жаз дейді. Яғни мынаны кем өретімен жазып шығамыз. Кем өреті деген ең үлкені жазылады. Бұл жерде ең үлкені 907 деген сөз, ол кірпі. Одан кейін 900-ден кейін келетін сан, яғни 890. Барлығында нөл бар құрамында, сол нөл болса жаза бересіңдер деген сөз. 900-ден кейінгі сан, ол 509. Одан кейінгісі 380. Одан кейінгісі 350. Одан кейінгі сан 308. Одан кейін 105 деген сан бар. Осы тәртіппен жазылады деген сөз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Толық жүздік, толық ондық және бірліктер жазылған қима қағаздар дайындаңдар. Берілген қима қағаздар пайдаланып санда құрастырыңдар дейді. Алдыңғы және келесі сандарды атаңдар. Алдыңғы сан нешеге кем, келесі сан нешеге артық, соны көрсетіңдер дейді. Мына жерде көрсетілген. Бірінші жүздікте 5, міне жүздікте 5, ондықта 3, бірлікте 2. Енді мынау сан, одан кейінгі саннан 32-ге, яғни 3 ондыққа, 2 бірлікке үлкен. Мынау үстіндегі сан үлкен, төмендегі сан 32-ге аз, үстіндегі сан 32-ге көп. Астындағы сан үстіндегі саннан қаншаға көп болып тұр, яғни ең үстіндегісінен 500-ге аз болып тұр, екінші қатардағынан 470-ге кем болып тұр. Одан кейінгісі, яғни 30 2-ден 28-ге үлкен болып тұр, 2 30-дан 28-ге кем болып тұр. Яғни 532-ден 530-ға кем болып тұр. Яғни әрбірін рет-ретімен айттым. 124 дегенде жүздіктен біреуі бар, ондықтан екеуі бар, бірліктен төртеуі бар. Мына 124-тен 100, яғни екеуінің арасындағы айырмашылық 24, яғни 124 100-ден 24-ге көп, 124-тен 24-ге кем болып тұр. Яғни кері түрде айтуға болады. 100 бен 20-ны салыстыратын болсақ, 120-дан 80-ге көп, 20 100-ден 80-ге аз болып тұр. Я болмаса 124 бен 20-ны салыстырсақ, 124 120-дан 104-ге үлкен болып тұр, немесе 20 124-тен 104-ге кем болып тұр деген сөз. 20 мен 4-ті салыстырсақ, ол деген сөз 20 4-тен 16-ға көп. Я болмаса 4 20-дан 16-ға кем. Я болмаса 124 4-тен 120-ға көп. Я болмаса 4 124-тен 120-ға кем деген сияқты айтуға болады. Келесі 506 мен 500-ді салыстырамыз. Бұл жерде бірлік жүздіктері 5 болады, ондық 0-ге тең, бірліктері 6-ға тең, 6 бірлігі бар. 506 500-ден 6-ға көп. Ондықта, яғни ешқандай айырмашылық жоқ, ол жерде 0 болғандықтан 506 6-дан 500-ге көп, 6 506-дан 500-ге кем. Келесі тапсырма. Есептеу тәсілін түсіндіріңдер дейді. Яғни бұл жерде қандай тәсілмен орындалған? 636-ға қосамыз 121-ді дейді. Яғни бұл жерде жүздікпен жүздік қосылған, ондықпен ондық қосылған, бірлікпен бірлік қосылған. Және ең соңында жүздіктердің жалпы жиыны шыққан, одан кейін ондықтың жалпы жиыны, сосын бірліктің жалпы жиыны шығып, 636-ны 121-ге қосқан кезде 757 шығатынын мәні көрсетілген. Түсінікті ғой. Бірліктерді бірліктерге қосады, айтып тұр міне, ондықтарды ондықтарға қосады, жүздіктерді жүздіктерге қосады. Міне, көрсетілген. Келесі біреуінде, яғни бірліктерді бірліктерден азайтады, міне. Бірліктер ол 7 мен 1. Ондықтарды ондықтардан азайтады, 50 мен 20. Жүздіктерді жүздіктерден азайтады, 700-ден 100-ді азайтады. Түсінікті ғой. Келесі тапсырмаға көшеміз. Есептеу түсіндіре отырып орында. Жаңа сияқты жоғарыдағы есеп ретінде түрінде орындасақ болады, яғни бірліктер мен бірліктерді қосамыз. Бірлікпен бірлікті қостым. 1-ге 4-ті қостым. 5. 2-ге, яғни ондықпен ондықты қосам. 2-ге 4-ті қостым. 6. Жүздікпен жүздікті қосам. 2-ге 1-ті қостым. 3. Яғни 365.
Енді қараңдар, бірлікпен бірлікті азайтамын. 7-ден 0-ді азайттым, 7. 5-тен 2-ні азайттым, 10. 5-тен 2-ні азайтсам 3, 9-дан 1-ді азайтсам 8, 837. Бірліктен бірлікті азайтамын, 1, 9-дан 7-ні азайтамын, 10 бол, яғни 10-дан 2, 7-ден 3-ді азайтсам 4, 421. Мұнауларды дәл солай орындалады. Бірліктен бірлікті азаяды, 1, 10-дан 10 азайылады, 3, яғни 5-тен 2-ні азайтсақ, 8-ден, яғни 100-ден 4, яғни 100-дікті азайтам, 8-ден 4-ді азайтсам 4, 431. Қосу, яғни 7-ге 0-ді қостым, 7, 3-ге 4-ді қостым, 7, 2-ге 6-ны қостым, 8, 877. Келесі азайтуда соңында 6 болады, одан 6 7 болады, одан 6 3 болады, 376. Одан кейін азайту кезінде 8-ден 3-ді азайтам, 5, 0-ден 0-ді азайтсам 0, 9-дан 1-ді азайтсам 8, 805. Қосу кезінде соңындағы 5, ортасында 3, одан кейін 6. Яғни бірлікпен бірлік қосылды, ондықпен ондық қосылды, жүздікпен жүздік қосылды. Келесі 0-ге 7-ні қостым, 7, 0-ге 5-ді қостым, 5, 2-ге 6-ны қостым, 8, 857. Түсінікті, жаңа тәсілді қолдандық қой, бұдан алдыңғы көрсетілген тәсілге. Келесі есеп, ол есепке де осы сияқты тәсіл көрсетілген, сол тәсілді шартып көрсетеміз сол тәсілмен. Бірлікпен бірлікті қосам 1, 2-ге 3-ті қостым 10-дықта, яғни 5, 5-ге 2-ні қостым 7, 751. Азайту кезінде 8-ден 2-ні азайттым 6, 4-тен 3-ті азайттым 1, 6-ден 2-ні азайттым 4. Кейінгісі 6-дан 4-ті азайттым 2, 7-ден 0-ді азайттым 7, 3-тен 3-ті азайттым 0. Демек 72 деген сөз. 0,72 деген сол 72. Қосу кезінде 2-ге 5-ті қостым 7, 0-ге 0, 0, 5-ге 3-ті қостым 8, 807. Азайту кезінде 7-ден 5-ті азайттым 2, 2-ден 0-ді азайттым 2, 5-тен 1-ді азайттым 4. 8-ден 0-ді қостым 8, 0-ге 3-ті қостым 3, 3-ге 2-ні қостым 532 болды. Азайту кезінде 9-дан 6-ны азайттым 3. Енді 10-дық дегеніміз біреуінде 3, біреуінде 4, 4-тен 3-ті азайтсам 1, ал 100-дікте тек қана біреу бар. Ол өзі бойынша жазылады. 213 болады. Бірлікке бірлікті қосам 9, 10-дыққа 10-дықты қосам 0-ге 1-ді қостым 1, 100-дікте жалғыз 1-дің өзі 119. Түсінікті ғой. Келесі тапсырма есепті шығар дейді. Есептегі мәліметтерді өзгертіп басқа толық ондықтарды қойып, оны қайта шығар дейді. Әлияның былтырғы жылы күн райын бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық, қалған күндер бұлтты болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Әлия неше бұлтты күнді белгілеген дейді. Әріпті өрнектердің мәнін тап дейді. Қараңдар, бұл жерде қалай болады? 365 азайған, жақшаның ішінде 250 қосылған 60. Яғни, бұлыңғыр күн мен ашық күннің жалпы санын қосамыз, міне қосып аламыз. Бірінші жақшаның ішінде сосын 365-тен азайтамыз. Жаңа әдісті қолданамыз, жаңа шығартқан. Бірлікке бірлікті қостым 0, 10-дыққа 10-дықты қостым, 6-ға 5-ті қостым 11, 11-дің 1 түседі. Жаңа бірді есте сақтаймыз да, 6-ға мына жерде 2, мына жерде ештеңе жоқ. 2 жаңа есімізде сақтап тұрған 1-ді мынаяққа қосып бердім, сонда 3 болады. 310. 365-тен 10-ды азайтамыз. 5-тен 0-ді азайттым 5, 6-дан 1-ді азайттым 4, 3-тен 3-ді азайтсам 0, 45 күн. Яғни бұлтты күн 45 күн екен. Түсінікті ғой, келесі. Яғни әріпті өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде өте әдемі есеп берілген. D-ның орнына 6 қоямыз да, мына жерде қанша шығады? D-ның орнына 6 қойғанда. Яғни 6 қосылған 150 болады. Сонда 156 болады. Мына жерде 156 болады екен. D-ның орнына 7-ні қоям, дәл осында есеп құрастырам, сонда 157 болады. 8 қоссам 158 болады. D-ның орнына 8 қоям да, мына сан жауабын мына жерге жазам. D-ның орнына 9-ды қоям мына жерде,
Sonda 159 болады. Яғни мынау сияқты есептің түрін көрсетуіміз керек. К-ның орнына 6-ны қоям, сонда мына жерге 6-ны қойсам, 6 көбейту 4 болады. Ол 30, 24. Мына жерде 24. К-ның орнына 7 қоям, осы сияқты есеп түзіп, сонда 7-ні 4-ке көбейтем, 28. 8-ді 4-ке көбейтем, 32. 9-ды 4-ке көбейтем, 36. Осылай барлығын шартты жолмен көрсетіп шықсаңдар болады. Бүгінгі сабақ осымен тәмам, сау болыңыздар.